Если смотришься в глаза мне, то поймешь ты. Я не умею маневрировать, только прямые ходы. Босиком через гром, понял, бой за спиной. Нет людей без брони прямо. Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Сіздермен Хан Моторс компаниясы және де мен Сапарбек Нұржігіт. Бүгін сіздердің назарларыңызға екі бірдей керемет автокөлік көрсететін боламыз. Оның бірі BMW X7 M Sport 40i версиядағы. Бұл автокөлікті Бауыржан ағамыз Өскемен қаласынан тапсырыс берді. Ал анда тұрған Mercedes G63 автокөлігін Әбілқайыр ағамыз Алматы қаласынан тапсырыс берген болатын. Бүгін осы екі автокөлікке кішігірім шолу болады. Екі автокөлікті бір-бірімен салыстыруға тура келмейді. Мынаның құны $100,000, ананың құны $200,000. Енді өздеріңіз таңдауларыңыз, өз еріктілеріңізде. Біздің мақсат осы автокөліктердің кереметтілігін түсіндіріп беру. Ал біз шолуымызды бастаймыз. Если смотришься в глаза мне, то поймешь ты. Я не умею маневрировать, только прямые ходы. Босиком через гром, понял, бой за спиной. Нет людей без брони прямо в бой. Я воин без понтов, сила воли, святой долг. Рваться в бой, несмотря на боль, несмотря на... Ал бірден Mercedes автокөлігінің ішінен бастасақ, кілт екі дана болады, мынандай шағын. Енді бұл автокөлік простой автокөлік десек болады. Осы $200,000 қандай әсер аласыздар, қандай ләззат аласыздар, соны айтып жеткізе кетейін. Бұл автокөлік енді бүкіл технологический жағынан қалып кеткен болса да, бірақ енді қозғалтқыш және дегі управление жағынан өте керемет. Өте әсер береді. Қозғалтқыштың дауысы салонға бір керемет естіліп тұр. Ортада консольдан бастасақ, екі стаканник былай жабылады. Аудиосистема мен управление мына. Осы әлі күнге дейін мына жерде мыналар сенсор емес. Ортадағы батырмалармен, консольдармен, кнопка джойстиктермен управление жасалады. Powerful режим, глушақтың дауысы өзгереді, 360 камера, low range режимдар өзгереді. Мына жерде антизанос, тағы подвесканың да жесткость. Мынау несін өзгертеді? Коробканың мына спорт плюс, спорт, комфорт деген режимдарын. Ең қызығы спорт плюсқа қойып, газ басқан кезде. Бұл автокөлік сонау талпаның арасынан сізді ерекшелендіре түседі. Өзінің керемет мынандай төрт бұрышты, харизмасы бар, стилі бар автокөлік. Алькантара, бурмистр аудиосистема, хрустальды шамдары. Так, рөлі осындай. Бұл бүгінгі біздегі стоковый версиясы. Ең арзан тұратын 2022 AMG 63, 4 литр битурбо V8. Қазіргі таңда автокөліктер электро болып кетіп бара жатыр, гибрид. Енді бұл автокөліктің дәуірі де бір қалады, өтеді. Енді соңғы V8-дердің бірі десек болады. Нағыз эмоция беретін. Қазір электро автокөліктері бұндай эмоция бермейді сіздерге. Негізгі бұл автокөліктің мақсаты кезінде военный автокөлік болған, әскери. Ал мына жердегі блокировкалар сол жолсыз жерде өте жақсы көмектеседі. Ал енді бұны қазір тауға емес, бұны қаланың ішінде понтқа өте керемет автокөлік. Енді жаңа мен осы жерге дейін, осы локацияға дейін айдап келдім. Бұл біздің 6-шы Геленвагеніміз. Енді әрбір Геленваген сатқан кезде біз айдап көреміз, сол кезде бір өзіңді құдды бір осы Геленвагеннің егесі сияқты сезініп, жалпы автокөліктің буырат, бір демаламай, бір жүріс тұрысың өзгеріп кететін кездер болады. Геликті салып жүргеннен кейін Қазақстанға баяғы қалпыңа түсесінде қаласың. Жаңағы жолақты ұстау функцияларына алюминий детальдармен рөлі жақсы жасалған AMG логотипімен Mercedes.
Мерседес, қай жерде болмаса да Мерседес, бұны жамандасақ та, жақсыласақ та өз авторитетін жоғалтпайтын керемет автокөліктің бірі. Маған ұнайды, өзім де алар ем. Қазір енді осы бір мақсат қойып, ақша жинап жатқан жайымыз да бар. Үйге бір алып қойып, демалыс күндері қалада жақсы кәсеніп жүргенге жақсы автокөлік. Әр қазағыма жұғысты болсын. Ал енді анау BMW X7-мізге көз жүгіртсек, BMW X7-міздің рөліне отырып, кішігірім түсіндіріп, артына өтіп түсіндіргім келіп жатыр. Ол автокөлік артында планшеті бар, M-Sport обвесі бар. Сол автокөлік туралы айта кетейік. Құны 2 есе арзан. Мынау $200,000, анау $100,000. Ал BMW-ге кеттік. Босиком через гром, понял бой за спиной, нет людей без брони, прямо в бой. Я воин без понтов, сила воли, святой долг от собой. Несмотря на боль, я самурай до конца против. Әдеттегідей автокөліктеріміздің кілттерінен бастасақ, мына информативный, өте керемет, өте сексуалды кілттердің бірі. Бірінші кілті мына. Мына жерде беспроводный зарядчик бар, соған қойып, заряд алдырсаңыздар болады, қазір чехолда тұр. Ал екінші кілті бұл күнделікті кілті. Алюминий деталь, мына ашып жабу, жай ғана простой келген. Так, үшінші кілті, мынау Digital Key дейді. M деген версиясы бұл, бізде M-Sport. Простой версия емес. Бұл картамен сіз телефоныңызға жалғап, телефоныңыз, ұялы телефон кілт бола алады. Осы картаңыз болса. Екі стаканник, жылыту, мұздату функциясы бар. Және де мынау 12 вольттық зарядка. Бұл жерде былай жауып қояйық. Мынау материал керемет. Подсветкалары көрініп тұрған шығар да? Былай. Енді мынау автокөлік нағыз ағаларымыздың, үлкен кісілердің автокөліктері. Engine Start оталдырып көрейік. Мынандай хрустальда X деген жазуымен. Ақ түс, M-Sport. Өшіріп қояйық. Өшті. Енді жаңағы арттағы тұрған Мерседестен автокөліктің сапасы 100 есе жақсы десек болады. Енді бұл автокөліктің өзінің класы бар, бұл люкс класс, 570-дер, 600-дер, солармен тең жүретін автокөлік. Енді Lexus 600 автокөлігінен де 2 есе арзан тұрса да, 3 литр турбо, мен Lexus алғанша осындай BMW X7 алар ем. Енді нағыз бұл да мықты автокөлік. BMW деген ол қозғалтқыш жағынан номер 1 автокөліктердің бірі. Ең жылдам седаны бар, бүгінгі біздегі X7-сі. Бұл 3 литр, және де 4x4 деген M50 деген версияларда бар. Мына жаққа келсек, мынау жаңағы круиз контрольмен управление. Мына жерде мынау радио, мультимедиамен. Ара-арасында осындай техникалық нелер болып тұрады енді. Қазір алып. Алло. Осындай техникалық жағдайлар болып тұрады енді. Ал бүгінгі автокөлігімізде мына панорама крышасы бар, Алькантара. Мынау несі? Браун сит деп айтылады, қоңыр кожа. Бұның ақ кожасы бар, қара кожасы бар, кез келген түске жасап береді. Және де бізде Корей елінде осы автокөліктер выбор көп десек болады. Жеткізу күні 50-60 күн, иншалла жетіп жатыр. Біздің Instagram парақшамызға тіркеліп, қандай отзывтар болсын, бүкіл процесті көре аласыздар. Ал мына автокөлігіміз мынандай хрусталь неде айта кеттік. Бүкіл функциясы бар. Эко, спорт, режим, мынау даже подвескасы бұның пневматический. Қазір автокөлік көтеріліп жатыр. Мына BMW. Неміс
нағыз мына арттағы тұрған автокөліктің Mercedes брендінің бұл GLS пен салыстыруға тура келмейді. Енді ол GLS бұдан мықты. Осылай арман әйтеуір бір автокөлік бір-бірінен озып түсе береді, осылай жарысып өмір өте береді дейді. Сіздер де осындай автокөліктерден құр қалмаңыздар. Әр қазағым осындай керемет автокөліктер жұғысты болсын. Біздің қазір YouTube арнамызда подписчик саны қазір 500-600 болып тұр примерно. Соны көбейте кетейік. Лайк басып, подписацияны әзіріне кіріп. Артын түсіре кетсек, артында қандай комфорт ағаларымызға. Бізде енді осындай обзор, пока толық обзорға уақыттың жоқтығы, тест-драйв жасайын десек, қазір үлкен уақыт керек. Ал бұл автокөлік уже күн ертең Қазақстанға жөнелтуіміз қажет. Жұмыс процесі өте тығыз, алдық, аламыз, келесі апта жібереміз, автокөлікті барынша тездетіп. Аудиосистема Harman Kardon дейді. Память бұларда да. Енді 50 жаста болсам, 40-тан асқан болсам, BMW-ны алар ем. Ал қазіргі таңда пока что Gelenwagen аламыз. Алдағы жылдарда себепкер боласыздар. Gelenwagen автокөлігі мақсатымызда. Ал артыңғы жекке өтіп, артын көрсете кетейін. Если смотришься в глаза мне, то поймешь ты. Я не умею маневрировать, только прямые ходы. Босиком через крон, понял бой за спиной. Нет людей без брони, прямо в бой. Я воин без понтов, сила воли, святой долг. От собой, несмотря на боль, несмотря на боль. Маған мынау артыңғы жекке, алдыңғы жекке өтудің бір ұнамайтын жері, мынау порогы бір түрлі орналасқан енді. Мынау есіктің несімен бірдей. И порогты басқаннан кейін автокөлікке қалай кіруі де былай адам осылай кіреді. Енді сол жағын сәл ойламапты. Порог сәл төмен тұрған кезде басқаша кірер ме еді адам. Ал шторкасы бар автокөлік. Мына шторкасын жабай кетейік. Лакшери ғой, лакшери қараңыз. Монитор бар. Енді мен осы автокөлікті біздің бірінші обзорымызда Palisade автокөлігіне салыстырған болатынмын. Енді құны бұл екі Palisade'тің құнымен бірдей тұрады. Сапа жағынан осылар жақсырақ келеді. Бірақ Palisade автокөлігі де бұл автокөліктерден кем емес. Дәл осындай мониторы бар. Мынандай управление болады оларда да. Шторкасы да бар. Енді құны ғой енді барша неге бағасымен жүреді. Бірақ мынау стаканниктері ода мынандай подлокотникте тұрады VIP комплектацияда. Сапасы жақсы. Қараңыз, подлокотник былай жылжып. Жет орын, арттағы 3 орын міне ашылады. 3 адам отырса болады. Мына жерде тағы бір монитор бар. Енді бастық болсаңыз, болмаса бала шағаны артына отырғызып қойсаңыз, надан артық жүрмейді. Мамық және жақсы барады. Комментарияға жаза кетіңіздер. $100,000 осы автокөлікті аласыздар ма? Болмаса, артта тұрған Gelenwagen'ді аласыздар ма? $200,000 тұрады. Сіздермен бүгін мына Хан Моторс компаниясы, Сапарбек Нұржігіт. Осы әрдайым қолдап, видеоларымызға лайк басып, видеоларымызды таратып, көмек көрсете кетіңіздер. Осындай қазақ контент, Корей елінен тікелей автокөліктер жібереміз. Осындай мықты автокөліктерді, жылдары жаңа автокөліктерді. Сау, саламатта, амандықта болыңыздар.